Саламатсыздар ма? Балалар, саламатсыздар ма? Саламатсыз. Бүгінгі тәрбие сағатының тақырыбы діни экстремизм, бейбітшілік пен тұрақтылыққа төнген қауіп. Бүгінгі тәрбие сағатының мақсаты студенттерге қазіргі кездегі салт дәстүрлер мен олардың қатынасы, ондағы шешімін табуға тиісті мәселелер, сондай-ақ қазақ қоғамын жайлап бара жатқан түрлі керемсек дүние ағымдар, олармен күресу, сақтану жолдары турасында пікірлесу. Діни наным, сенім мен олардың пайда, зияны турасында өмірден нақты мысалдар келтіре отырып түсіндіру. Әлемдік діндер мен түрлі ағымдарға байланысты ой өрісі мен дүниетанымын кеңейту. Елжандылыққа, отансүйгіштікке, ізгілікке, мейірімділікке баулай отырып, имандылыққа тәрбиелеу. Жарық дүние деп аталатын жалған дүние мен о дүниеде бақилық қатар нұрландырып тұрған исламның ізгілігі мен мұраттарын түсіну үшін адамзат ұрпағын нені айтып, нені қастерлеуін біліп, адал жолдан адаспау үшін ибалы адам, иманды қоғам құруымыз қажет. Қасиетті дініміз сонау пайғамбарымыз Мұхаммед заманынан бергі 14 ғасырға жуық ешбір өзгеріске түспей, әлем мұсылмандарына сара жол салып келе жатқаны мәлім. Қазіргі таңда әлемде Аллах тағаланың рахымымен исламның қарқынды дамуы және мұсылмандар санының арта түсуі байқалады. Ендеше ислам туралы білетін мәліметтерімізді ортаға салайық. Қазіргі таңда исламға изм, террор, тағы да басқа таныс емес сөздер айтылуда. Исламға бұлардың түкте қатысы жоқ. Мұның бәрі жала болып есептеледі. Сонымен экстремизм дегеніміз не? Экстремизм дегеніміз бұл латын сөзі шеттеу, яғни орталықтан ауытқу, тәртіпке бағынбау, өз пікірімен ғана іс-әрекет жасаушы деген ұғымды білдіреді. Экстремизм пайда болуы надандыққа, көрсоқырлыққа бейімделген көз қарастардан туындайды. Яғни олардың ойы тек қана менің пікірім дұрыс, өзгенікі бұрыс дегенге саяды. Бұл оның ең алғашқы кезеңдері болып саналады. Сондай-ақ тағы бір көрінісі өзгелерді көре алмау, түсінбеу немесе түсінгісі келу. Олар өздерін өте таза, кіршіксіз санап, басқаны адасушыларға жатқызады. Тура жол көрсеткендерді мойындамайды. Міне осы себептерден түрлі төңкерістер мен қан төгістерден орын алуы ықтимал. Экстремизм мүшелері көздеген мақсаттарға жету үшін еш нәрседен қаймықпайды. Тіпті өздерін құрбан етуге дайын. Осылайша күш, қару қолданып, заңдар, сенім, нанымды аяққа таптап, дін атын бүркемелеп, діттегендеріне жетуге тырысады. Өзі үшін бөгдек пікірде саналатындарды түрлі амал айлалармен арандатуды ойластырады. Балалар, осымен келісесіздер ме мен айтып жатқаныммен? Естулерің бар ма бұрын соңды экстремизм туралы? Экстремизм діндегі жеңілдеткен үкімдерді ауырлатып көрсетіп, халыққа түймедейді түйедей етіп көрсетіп бағады. Мұсылмандық адал, таза тіршілікті лайлауға барынша тырысып, баққан бөгде бөтен пасық пиғылды адамдардың өңмендеп арамызда арандап жатқан жасырын емес. Бұл сол ағымдардың алдауына, азғыруына көніп, солардың қармағына ілінген қарагөз бауырларымызды ойлағанда өзегіме өрт түскенде өкініш сезінесің. Енді сіздерге қойылатын сұрақ, діни ағымдарға байланысты пікірлеріңізді білдіріп жіберсеңіз, бір-екі ауыз сөзбен. Иә? Кім қалай ойлайды? Діни ағымдар туралы бір-екі ауыз сөз. Өз ойларын айтып жіберіңдер кішкене. Діни ағымдар туралы. Иә? Қандай жолда жүреді діни ағымдар? Жақсылыққа жетелей ме? Теріс жолда. Теріс жолда. Қазір дін жолында жүрген адамдар көп, олар қай бағытта жүргендерін дұрыс білмейді. Сондықтан да алдымен дін жолына бару үшін бәрінен оқып, білім алып,
қай бағытта оқу керектігін бәрінен хабардар болу керек, иә ма? Солай ма? иә. Енді сіздерге не істер едің деген тақырыпқа байланысты екі жағдаят беремін. Сіздер өз пікірлеріңізді бересіңдер. Оқимын, тыңдаймыз. ұбт-дан жоғары ұпай жинап, қаладағы жоғары оқу орнының біріне қабылдандың. Сабақтан келе жатқанда алдыңнан өзің қатарлы жігіттер немесе қыздар шығып, сенің дінге деген көз қарасыңды білмек болып сұрақтар жаудырды. Осы жағдайдағы сенің іс-әрекетің қандай? Олармен пікір бөлісесің бе, немесе үндемей кете бересің бе? Шешіміңді дәлелде. Иә. Танымайтын адамдар мысалға. Не істейсіңдер? Ештеңе. Үндемей. Иә. Айлана, сенде қандай ой? Тұрып алып танымайтын адамдармен пікір бөлісіп, солай тұрасың ба? Өз ойыңды айтып, әлде үндемей кете бересің бе? Қайсысы жөн деп ойлайсыңдар? Үндемей кете Танымайтын беру. адам. Иә, үндемей кете бересіңдер. Себебі ол бейтаныс Танымайтын адаммен. адамдармен көбінесе сөйлеспеуге тырысу қажет. Дұрыс. Өйткені олардың ойында не барын білмейсің. Иә, ол қандай адам екенін білмейсіңдер, иә? Иә. Дұрыс. Тағы екінші сұрақ. Сыныпқа жаңадан оқушы келді. Онымен жақын әңгімелесе бастағаннан саған бейтаныс діни ағымдар туралы қызықты оқиғалар айтып, сол ортамен байланыс орнатуға үгіттеді. Тіпті сені мол қаржы табудың көзі ретінде сонда жұмысқа шақырды. Осы жағдайдағы сенің іс-әрекетің қандай? Бұл жағдайда не істер едіңдер? Бейтаныс адам ол сендерге қызықтырады, сендерге өзінің әңгімесімен әңгімеге тартады. Бұл жағдайда не істейсіңдер? Қарсылық білді. Көне кетесіңдер ма? Сол айтқанына мә деп қызығып, әлде ақылға саласыңдар ма? Жоқ. Көнбеу қажет. Ақылға салып. Дұрыс. Яғни келіспейсіңдер да? Негізінен Келіспейміз, иә. ондай теріс бағыттағы жолда қайғыға салынған адамдар көбінесе еріп кетеді. Жақсы. Рахмет. Немесе қызуған адамдар. Иә. Дұрыс. Так, сіздерге мынандай 10 нәрсені есте сақтауларыңызды қалаймын. Біріншіден, сізге таныс емес, көшеде кездескен адаммен дін ұйымының жиналысына шақырып сондай тақырыпта диалогқа араласпау керек. Қандай да болсын, кездескен діни ұйымның сенушілері мен ілімін таратушыларға кездескенде өзіңіздің діни көз қарасыңызды білдірмеуге тырысыңыз. Үшіншіден, егер сіз алдыңызда тұрған уағыздаушыға сол діни ұйым туралы сұрақ қоюға шешім қабылдасаңыз, онда ешқандай кері әсерсіз болғаны жөн. Төртіншіден, егер сізге діни бағыттағы парақтар, брошюралар, журналдарды оқуға ұсынса, рахмет айтып, сыпайы түрде бас тартыңыз. Егер сіз діни жиналыстарға қатысуға шешім қабылдасаңыз, олар туралы көбірек білуге тырысыңыз. Туысқандарыңызбен, достарыңызбен, жай адамдармен ақылдасыңыз. Яғни шақырып жатса, жүгіріп барып қатыспай, алдымен туысқандармен, таныстарыңызбен, достарыңызбен ақылдасу керек деп тұр бұл жерде. Діни ұйымдардың жиналысына қатыссаңыз дейді, есіңізде сақтаңыз, миссионер уағыздаушылардың басты мақсаты сізді өз сенімдеріне кіргізіп алу, яғни баулап, өтірік айту мүмкін, лишь бы олардың мақсаты сіздерді өз ұйымына кіргізіп алу екен. Ал сіздің мақсатыңыз деструктивтік діни ұйымдардың ықпалына түсіп қалмау. Діни жиналыстарға жалғыз қатыспаңыз. Яғни қасыңызға я досыңызды, я туысыңызды ертіп барыңыз дейді. Тағы да бір ескеретін жай, сіз туысқандарыңыз бен жақындарыңызды тыңдамай, рухани тұрғыда денсаулығыңызды түзеу үшін теріс бағыттағы діни ұйымдардың қатарына қосылу тұрарлық деп ойлайсыз ба? Тыңдамай? Жоқ. Жоқ, керек емес ол.
бұл өмірден бір мақсат пен жетістікке жету үшін, жаныңызға тыныштық табу үшін, дәстүрлі емес бағыттағы шіркеулер, миссиялар мен ұйымдарға жоламағаныңыз жөн. Осылардың бәрі естеріңізде болсын, естеріңізде әрдайым сақтап жүріңіздер. Жарай ма? Бүгінгі сабақтың түйіні келешек қоғамның басты тірегін сақтап қалу керек болса, ибалы адам, иманды адам болып, тіршіліктің алтын тірегіне айналсын демекпін. Осындай тілекпен бүгінгі қоғамымызды дөп басар кезінде ұлт зиялысы, ел жанашыры Міржақып Дулатұлының «Оян қазақ» атты өлеңінің мына жолдарымен қорытындылағым келеді. Оян қазақ, өз дініңді ұмытпа, дініңді сен ардақтағын құнтта. Көз алдыңда тура жолың тұрғанда, қателесіп жаман жолмен былықпа. Бүгінгі сабағымызға қатысқандарыңызға көп рахмет. Бүгінгі сабақтан алатын үлгілерің, ақпараттар біршама деп ойлаймын. Сондықтан да келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.